Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Достар, сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын дәл осы 13-ші сектор арнасына қазір жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мықты жаңа жаңалықтардан қапы қалмас үшін. Бүгінгі жаңалықтарыңыз: кешегі Манчестер Ситимен өткен ойын үшін Эрик тен Хаг жауап берді. Килиан Мбаппе Винисиустың көршісі болғалы жатыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда. Олай болса біз бастайық, кеттік. Никола Скира атты инсайдердің айтуынша, Хвича Кварацхелия мен Наполи клубы 2029 жылдың жазына дейін келісімшартты созуға дайын, және де қазіргі келісімшарты Хвичаның 2027 жылдың жазына дейін. Қазіргі келісімшарты да жаман емес, бірақ та сатылып кетуі мүмкін, ықтимал. Сондықтан да Наполи өздері үшін де жақсы нұсқаны таңдап отыр. Хвича Кварацхелияға да жақсылық жасағысы келіп отыр. Себебі Хвича Кварацхелия қазіргі таңда Наполидан жылына 1,5 миллион евро ғана табыс табады. Өзімен қатар мысалға Виктор Осимхен әлде қайда жоғары жалақы алады. 4-5 есе десек те болады. Және де 4 миллион 5 миллионға дейін көтергісі келеді. Жалақысын жылына Хвича Кварацхелияның алатын. Одан бөлек 2029 жылға дейін жаңа келісімшарт ұсынғысы келіп отыр. Бұл енді нақты әділетті ұсыныс деп айтуға болады. Бұндай ұсыныста Хвича Кварацхелияда қалады, Наполи үшін де жақсы болады. Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Эрик тен Хагтың кешегі ойыннан кейін пресс-конференциядағы сөзін сіздерге жеткізейік. Эрик тен Хаг айтады: бізде 2-3 ойыншы болды, толық жарақатынан айықпай кеше алаңға шыққан. Солардың бірі Решфорд. Бізде шабуылшылардан қиындық болып жатыр, және де Эванс та толық жарақатынан айықпай алаңға шықты. Біз кешегі ойында қорғаныспен ойнауды жөн санадық, себебі қарымта шабуылда ұстаймыз деп санадық. Біз Бруно Фернандешке еркін ойыншының қызметін бердік. Бруно Фернандеш өте ақылды ойыншы, және де бір амалын табады дедік. Және біздің қорғанысқа да мен ешқандай да бір үзілді кесілді жаман нәтиже бермеймін, жаман ой айтпаймын. Біз керекті бір жерге дейін жақсы қорғана білдік. Бірақ та екінші таймның аяғына қарай жіберіп қойдық. Бұл енді біз үшін шайқас, Фулхэммен өткен ойын біз үшін өте бір дұрыс емес ойындардың бірі. Біз сол жерде ұпайды жоғалтып қойдық, және де біз жоғалтқан ұпайларымызды қайтарып келе жатырмыз, қайтадан қалыпқа еніп келе жатырмыз. Қазіргі ағылшын премьер лигасында кім-кімді жеңіп кететіні белгісіз. Сондықтан да біз 4-ші орынға, чемпиондар лигасының зонасына қалайда маусым соңына дейін таласатын боламыз, деді Эрик тен Хаг. 4-ші орындағы Астон Вилладан қазір Манчестер Юнайтед 11 ұпайға қалып тұр. Альфонсо Дэвис та Реал Мадридқа барамын деген шешімді қабылдаған тәрізді, себебі Бавариямен үзілді кесілді келісімшартты созбаймын деген өзінің нақты шешімін айтып үлгерді. Бавария клубы да оны қыстамауды шешті. Ең болмаса осы маусымда сатып, ақша жасап қалайық деген шешімге келіпті басылымдардың, инсайдерлардың айтуынша. Енді Альфонсо Дэвистің Бавария нақты суммасын, сататын қаржысын шығарды. Альфонсо Дэвисті Реал Мадрид алама, басқа клуб алама, бәрібір кім алса да 70 миллион евроға сатуға дайын. Бұл Билд басылымының айтуынша ресми Альфонсо Дэвисқа қойылған баға. Килиан Мбаппе Реал Мадридқа баратын болды деген нақты шешімдер, нақты ресми ақпараттар, ресмиге жақын ақпараттар шығып жатқанына көп болды, және де тағы да бір қосымша ақпараттар шығып жатыр. Килиан Мбаппе Мадридта Винисиустың үйінің жанында тұрады, яғни Винисиустың көршісі болады деген ақпараттар да шығып жатқан жайы бар. Енді білесіздер, бір сыйлы кешкі асқа барған болатын Килиан Мбаппе. Ол жерде Францияның президенті Макрон мырзада болды. Макрон мен Килиан Мбаппенің сөйлесіп тұрғанда естіп қалдық. Сол кезде Францияның президенті Мануэль Макрон мырза Килиан Мбаппеге не деді деген қауесет ақпараттар шығып кетті. Бұл не деуі мүмкін деген соны анықтағандай екен. Мануэль Макрон Килиан Мбаппеге сен бізді тағы да тығырыққа тіреп жатырсың деген екен. Енді бұл жолы сәттілік тіледі деп жатады. Кейбір ақпараттар бойынша Францияның президенті Килиан Мбаппеге сәттілік тіледі деген ақпараттар да бар. Енді Килиан Мбаппе не дегенмен де нақты шешілген тәрізді. Өзінің аузынан айтылған жоқ, бірақ та Килиан Мбаппенің жан-жағындағылардың айтуынша, негізгі мықты инсайдер, әлемдік инсайдер Фабрицио Романоның айтуынша, Килиан Мбаппе осы маусымнан кейін Реал Мадридқа келіп
қосылады. Қазіргі таңда Килиан Мбаппенің соңғы 2 ойын болды. Біріншісінде 60 минуттан кейін, екіншісінде бірінші таймнан кейін ауыстырып тастап жатыр. Килиан Мбаппені алаңнан шығарып тастап жатыр Луис Энрике, себебі Килиан Мбаппесіз де команда ойнап үйренсін деген шешімді қабылдаған екен. Бұл да бір шетінен дұрыс шығар деген шешім келеді. Бүгінге осы назарларыңызға рахмет достар. 13-ші сектор арнасына дәл қазір тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз. 13-ші сектор арнасы сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арна. Қашанда бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.